Сәлем достар, бүгін біз 4 айлық баланың дамуы туралы айтатын боламыз. 4 айлық нәресте әдетте белсенді өседі. Орта есеппен айына 450-570 грамм қосып отыратын болады. Бірақ мұнда нақты салмақ қосудың немесе өсуден бір қалыптық маңыздырақ екенін ұмытпау керек. Педиатрдың қабылдауында сіздің балаңыздың өсу қарқыны арнайы кесте бойынша тексерілуі мүмкін. Бірақ бұл уақытта физикалық және психикалық даму процестері белсенді жүретін болады. Шамамен осы кезде бала себеп-салдар сияқты ұғымдарды игереді және оның әрекеттері саналы бола бастайтын болады. Сезінулер және алысқа көз жібереміз. Баланың қору қабілеті жақсарған сайын оның айналасындағы әлем айқынырақ болатын болады. Бұл жаста сәбилер әдетте анасын немесе басқа да таныс жүздерді алыстан тани бастайтын болады. Бір жақтан екінші жаққа қарай қозғалатын заттарды қалай бақылау керектігін жақсы біледі. Баланың түстері ажыратуды жақсарады. Мысалы, сіз оның қызыл немесе көк түстерді ұнатынын байқауыңыз мүмкін. 4 айлық бала тағы да немен көзін алмайды өзінен. Бұл жаста балаға ең жақсы сыйлық ол сынбайтын материалдан жасалған айна. Ол айна әртүрлі пішіндегі әртүрлі түсті заттарды ұзақ қараудан жалықпайды. Сонымен қатар өзінің қимылдарын көре алатын болады. Және де достар, баланың көру қабілеті ғана емес, онымен бірге миы, естуі, сөйлеуі, дағдылары да жақсы дамитын болады. Ол сіздің дыбыстарыңызбен сөйлеу және сондай-ақ жеке бөлікте тырысуы мүмкін. 4 айдағы дамудың маңызды кезеңдері. Бұл кезеңде бала әдетте өзінің басын ұстап тұра алады. Қолдарының еміздіктің орнына аузына апарып сала алады. Сүйреніп отыра алатын болады. Оны қызықтырған заттарға ұмтылып, оны ұстап алатын болады. 4 айдың баланың миы белсенді жұмыс жасайды. Ол көбірек қозғалады. Және де айналада болып жатқан нәрселердің қызығушылық танытады. Көбінесе бұл жаста балаларда қабылдай бастайтын болады. Жайлы жұмсақ дауыс тыныштандырады. Ал қатаң ашулы дауыс бұл бір нәрсе дұрыс емес екендігін ұғындыратын болады. Бала өзімен өзі немесе сізбен былдырлап сөйлегенде, ол әртүрлі дыбыстар мен буындарды нақты сөздерге қосуды үйренгеннен кейін ғана қайталай алады. Егер сәби тұйық болса, онда қызығушылық танытпаса, ше деген сұрақ туындаса, онда ештеңе етпейді. Кейде ұялшақ балаларда көбірек көңіл, уақыт, қамқорлық болу қажет. Баланы бақылап көріңіз. Егер белгілі бір жағдайларда ол шаршап, абыржып, ұйықтап қалса, оған жаңа адамдарға, қимылдарға үйренуге уақыт беріңіз. Баланың дұрыс дамуы үшін не істеу керек? Даму жөнінде көптеген пайдалы кеңестерді педиатрдың қабылдауында немесе басқа да ата-аналардан білуге болады. Сондай-ақ 4 айлық баламен бірге жұмыс жасап, келесі жаттығуларды жасауға кеңес беремін. Көру қабілетін дамыту үшін ашық түсті ойыншықты бесіктің үстіне, бірақ сәби оған жете алмайтынына етіп іліп қойыңыз. Оған айна беріңіз, өзінің бейнесін қарап қимылдарын бақылап отырсын. Бұл кім, көк немесе басқа заттардың тұрақтылығы мен олардың қасиеттері туралы түсінік қалыптастыруға жақсы көмектеседі. Ол анасының әлпетін біресе пайда болып, біресе жоқ болып кетуін таңғалып қуанатын болады. Моториканы немесе үйлестіруді дамыту үшін онда балаңызды ішіне жатқызыңыз, себебі ішіне жатқызып, басын кеудесін көтеретін болады. Тек мұқият болыңыз. Бұл жаттығу бұлшықетті нығайтады және ол көмегімен кейін аунап отыратын болады. Жалпы тұрып үйренеміз, бірақ сәбидің қолтығынан ұстап көтерсеңіз де аяқтарын тікке тұрғызыңыз. Бұл аяқ бұлшықеттерін дамытатын болады. Сөйлеуді дамыту үшін балаға дауыстап кітап оқып өлең айтыңыз. Баланың шығаратын дыбыстарын қайталаңыз. Ол сіздің дыбыстарыңызды қайталаса, қуанып, оны мақтаңыз. 4 айлық баланы тамақтандыру. 4 айлық баланың барлық қажеттілік қоректік заттары емшек сүтінен жасанды тамақтандыру қоспасынан немесе оны 2 әдіспен үйлесіммен алуды жалғастыратын болады. Нәрестені қашан тамақтандыру керектігін нақты білу үшін, онда сіздің беретін сигналдарын қадағалап жүріңіз. Бала аш болған кезде ерінің жалап тілін шығарып, қыңырланып, жұдырығын соруы мүмкін. Әдетте балаға әр 3-5 сағат сайын 120-180 мм дейін сүт қажет.
баланың қажетті жеткізу үшін яғни баланың қарны тоя ма тоймайтынын педиатр арқылы ақылдасып шешсеңіз болады. Сіздің балаңыз өзгереді, бірақ әзірге бір нәрсе өзгеріс қана болады. Ол әлі көптеген ыңғайлы жөргектер қажет. Жас ата-аналар жеңілдіктер мен науқандар үнемдеуді көмектесетін болады. 4 айлық бала қашан ұйықтауы керек? Орташа есеппен 4 айлық сәби 12-16 сағат ұйықтайды. Әдетте бұған күндізгі уақытта 2 реттен ұйықтауға жатқызу керек. Таңертең және күндіз 3-4 сағаттан, түнгі уақытта ұзақ кіреді. Сәби күндіз белсендірек болса, кешкі уақытта жатқызу қиынға түсуі мүмкін. Ұйқыға кетірудің қалыптастыру режимін ұстаңыз. Балаға жылы ваннадан жеңіл массаж және тербеткен немесе емізгеннен кейін ұйықтау оңайырақ болуы мүмкін. Қызығушылығы мол, ойнақы баланың өміріндегі бір күн немесе басқа күнге ұқсамайды. Енді сіздің өміріңіздің ата-аналарға оңай болатын тәртіп орнатылады. 4 айлық балаға арналған болжамды күн тәртібі мынандай. 4 айлық бала өмірін бір күні ұйқы. Бір күн ішінде 3-4 сағаттан кем 2 рет ұйқыға уақыты. Түнгі уақытта ең ұзақ уақыт. Тамақтандыру. Баланы әлі де тек қана емшек сүтімен немесе басқа да қоспалармен тамақтандырады. 1-2 айдан кейін тілді итеру рефлексі жоғалатын болады. Жөргекті ауыстыру. Нәшісі жұмсақ болуы керек. Тәулігіне бірнеше дымқыл жөргектер. Нәшісі күн сайын 2 күнде беріледі. Сәбиге бір мөлшерде үлкенірек жөргектер қажет болуы мүмкін. Ойындар. Сәбиге айна беріңіз, оның ішіне жатқызыңыз, онымен кім бұл деген ойын ойнаңыз және де сәбиімізді шомылдырып массажын жасап отырыңыз. Балаларымыз ауырмасын, сау болыңыздар, мені қолдап отырыңыздар.